Арықтауға себеп болатын 8 ауру туралы білесіз бе? Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен керек арнасы. Видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, қоңыраушаны басып қоюларыңызды сұраймыз. Тым арықтауда, қатты салмақ қосуда қандай да бір аурудың белгісі болады. Бірден салмақ жоғалтып арықтау өте қауіпті. Мұндай жағдай қандай да бір аурудың белгісі екені анық. Егер сіз күнде салмақ жоғалтып жатсаңыз, онда дереу дәрігерге барып, тексеруден өтіңіз. Негізінде арықтаудың екі түрі болады: жалпы және медициналық. Жалпы арықтау адамның арнайы іс-әрекеті болып табылады. Ал медициналық арықтау бір ағзаның ауырып жатқанын білдіреді. Бұл сіздің өміріңізге қауіпті екенін ұмытпағаныңыз жөн. Арықтаудың себебі бірден арықтауға стресс, күйзеліс, психикалық салмақ, қорқыныш пен үрей себеп болады. Сонымен қатар, тамақтану тәртібінің бұзылуы, диета мен аштық, өтпелі кезең, гормондық өзгеріс, есірткі мен ішімдікке тәуелділік, физикалық ауыртпалық себеп болады. Енді арықтауға себеп болатын 8 ауруға тоқталсақ. Бірінші, онкологиялық аурулар. Теріңіздің түсі немесе көзіңіздің ағы өзгере бастаса, салмағыңыз азайса, шашыңыз түссе, тырнақтарыңыз сына бастаса, онда ісік ауруларының алғашқы белгілері пайда бола бастағаннан дерек береді. Бұл кезде бауыр, ұйқы безде мазалайды. Ісік ауруының жалпы белгілері: жарақаттанудың жазылуы қиындайды, несептің шығуы мен үлкен дәреттің келуі өзгереді, тамағы қарлығып жөтеледі, әлсізденеді, терінің түсі өзгереді. Екінші, өкпе туберкулезі. Емделуі қиын аурулардың тобына кіретін туберкулездің ең бірінші белгісі арықтау. Аурудың белгілері: ылғалды жөтел, қанды немесе іріңді жөтел, әлсіздік, ұйқышылдық, қуаттың азаюы, қатты терлегіштік, кеуде тұсы ауырады және тұмау болады. Үшінші, қант диабеті. Арықтауға себеп болатын тағы бір аурудың түрі бұл қант диабеті. Бұл ауру бірнеше типтен тұрады. Соның алғашқысында адам алдымен салмақ жоғалта бастайды, ал екінші типте керісінше салмақ қосады. Қант диабетімен ауыратын науқастар әдетте тәбетінің көтерілгенін, қарынның жиі ашатынын, шөлдейтінін байқайды. Бұл қандағы глюкозаның өзгеруінен туындап жатыр. Төртінші, қалқанша без ауруы. Мұндай ауруға шалдыққан науқастар бірден салмақ жоғалтады. Аурудың алғашқы белгілері: қатты ыстықтайды, жүрек соғысы жиілейді, іші өтеді, етеккір келу уақыты өзгереді. Еркектерде құмарту бәсеңдейді. Бесінші, жүйкелік ашығу. Бұл санаңызды, миыңызды, жаныңызды жаулаған толып кету қорқынышы. Мұндай ауруға шалдыққандардың басым бөлігі салмақ жоғалтады. Әдетте бұл аурудан 25 жасқа дейінгі қыз-келіншектер мен жігіттер көбірек зардап шегеді. Жүйкелік ашығудың басты белгілері: толысудан қорқу, ұйқының бұзылуы, күйзеліске шалдығу, ашулану және ызалану. Алтыншы, бүйрек үсті безінің жетімсіздігі. Бұл созылмалы әрі өткір дерт. Бұл аурудың алғашқы белгілеріне: бұлшық еттің әлсіздігі, шаршағыштық, тері қарайып қартаяды, қан қысымы төмендейді, тұзды тамаққа аңсары ауады, тәбет төмендейді, ішінің айналасы ауырады. Жетінші белгісі: ойық жаралы колит. Тоқ ішектің шырышты қабығының қабынуының салдарынан бұл ауру созылмалы болады. Аурудың алғашқы белгісі: іштің айналасы ауырады, іші өтеді және көбейеді, тәбеті төмендейді, қызу көтеріледі, бүйрек пен жүректің жұмысы бұзылады. Сегізінші, ішектің жұмысы бұзылады. Ішек дұрыс жұмыс істемесе, басқа ағзалардың жұмыс істеуіне еш сенбеңіз. Өйткені барлық ағзаның жұмысы ішектің саулығына тікелей байланысты. Ішектің жұмысының бұзылғанын іштің қатуынан, желденуінен, кебуінен, іштің сол жағының ауруынан, лоқсып құсудан білуге болады. Сонымен бірден арықтауға себеп болатын жағдайлармен таныстық. Ендеше жоғарыда жазылған белгілердің бірін байқасаңыз, дереу дәрігерге барыңыздар. Қажетті ем шараларын жүргізіп, қалыпты салмағыңызға келіңіз. Тым арықтауда, қатты бірден салмақ қосып кетуде қандай да бір аурудың маңызды белгісі екенін біле жүріңіздер. Құрметті көрермендер, видеоларымызды соңына дейін көріп жүргендеріңізге алғыс білдіреміз. Денсаулығыңыз мықты болсын. Ешқашан ауырмаңыздар.